Баршаңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздерге күріш пен табиғи майлардан жасалатын бетке арналған маска дайындауды көрсетемін. Ол үшін бізге күріш керек. 3 ас қасық күрішті су құйып жақсылап жуып аламыз. Күріш теріні ағартады, жұмсартады және әжімдерді тегістейді. Достар, каналға жазылыңыздар. Мұнда сізге керекті рецепттер табатыныңызға сенімдімін. Жуылған күрішті ыдысқа саламыз. Масканың әсерін күшейту үшін бізге жарты бума ақжелкен керек. Ақжелкенді майда бөліктерге бөлеміз. Ақжелкен теріні серпітеді және дақтарды азайтады, майда жүмдерді кетіреді. Енді ақжелкенді күріштің үстіне салып, үстіне 300 мг су құйып, баяу отта жартылай пісіріп аламыз. Достар, егер видео ұнаса, лайк басып пікір жазыңыздар және достарыңызбен бөлісіңіздер. Жаңа шыққан рецепті жіберіп алмас үшін қоңырауды қосуды ұмытпаңыздар. Дайын болған қоспаны оттан алып суытамыз. Ыдысқа құйып, блендермен езіп аламыз. Маска негізі тегіс болып шығу үшін електен өткіземіз. Енді масканың әсерін күшейту үшін бізге зығыр дәндері керек. 2 ас қасық зығыр дәнін ыдысқа салып, үстіне 200 мг су құйып, баяу отта 7-8 минут қайнатамыз. Дайын болған зығырды бөлме температурасында суытамыз. Дәке арқылы зығыр гелін сығып аламыз. Зығыр гелі бет терісін тартып жасартады. Алынған гельді маска негізіне қосып, жақсылап араластырамыз. Достар, каналға жазылыңыздар. Мұнда сізге керекті рецепттер табатыныңызға сенімдімін. Келесі 10 тамшы шабдалы майынан және 10 тамшы бадам майынан қосып, жақсылап барлық ингредиенттерді араластырамыз. Шабдалы майы беттегі құрғақтықты жойып, жылтыр береді. Ал бадам майы теріні терең нәрлендіреді. Маска негізі тегіс болып шығу үшін біркелкі етіп араластырамыз. Маскаларды үнемі қолданып жүрсеңіз, теріңіз нәзік, жұмсақ әрі жарқырап тұрады.
Достар, каналға жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Дайын болған масканы қолыңызға, бетіңізге, мойныңызға және декольте терісіне жағып 30 минутқа қалдырасыз. Содан кейін қалған масканы жылы сумен жуасыз. Соңынан өзіңіздің ылғалдандырғыш креміңізді жақсаңыз болады. Крем масканы аптасына 3-4 рет жасауға болады. Масканы шыны ыдысқа құйып, тоңазытқышта 1 аптаға дейін сақтауға болады. Маскаларды үнемі қолданып жүрсеңіз, теріңіз әдемі әрі жарқырап тұрады. Көргендеріңізге рахмет. Сіздерге денсаулық, жастық және сұлулық тілеймін. Келесі кездескенше.